да дуасы кабыл болмайтын кавымдарга өзүнүн туускан бауырларымен арасын үзүп койгон адамды айтат. Бір сахаба келип, я Расулалла, мен барсам туыстарым маған келмейді, мен берсем олар бермейді, мен жақсы сөз айтсам олар қарсылық танытады дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, бермесе бере бер, келмесе сен бара бер, олар жаман сөз айтса сен оларға жақсы сөз айта бер дейді да. Сондықтан да сыйластық, қарым-қатынас екі жақтан бірдей әрекетте болу керек. Бірақ әсіресе дін адамдары бұл нәрсеге қатты көңіл бөлу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде сахабалармен қауым болып отырған уақытында өзінің туыс бауырларымен арасын үзіп қатынаспай жүрген адамдарға біздің арамызда орын жоқ деді. Сонда бір сахаба орнынан тұрып кетті да, барып өзінікі тура болса да, ол бауырынікі қисық болса да барып содан кешірім сұрап қайтып келіп пайғамбарымыздың қауымына қосылып дейді. Бірде пайғамбарымыз қазір арамызға жәннат адам келеді деді. Сонда бір сахаба келді, дәрет суы сақалынан тамшылап деді. 3 күн солай айтқанда 3 күнде сол кісі келді. Сонда соның Абдулла ибн Ас деген сахаба жас жігіт сол кісінің үйіне қонып, бұл қандай жәннат амалдар жасайды, соны үйреніп, мен де жәннатты болуды қалаймын дейді. Бірақ артық амал көре алмайды. 5 уақыт намазы, кәдімгі өздерінің күнделікте өздерінің істеп жүрген амалын. Сонда айтады, мен сіздің үйіңізге осындай бір сылтаулармен қонған едім, сізден осы бір ізгі амалдар болса үйренейін деп, бірақ ешқандай артық амал көре алмадым, бірақ пайғамбарым сізді жәннаты деді ғой дегенде, мен төсекке жатарымда, Аллахым, мені сөккен, ұрған, маған қиянат қылған адамдардың бәрін Алла сенің ризашылық үшін кештім мен олардан разымын, сен де Аллахым олардан разы бол деп төсекке жатарда бүкіл жүрегімнен өкпені, кінәратты алып тастап, бәрлеріне шын діліменен кешірім беріп төсекке жатамын дегенде, осы қасиетің екен ғой сені жәннат алған деген дейді. Сол жақтында өзі адамдардың өкпесі дүнияви болып жатыр. Және Алла үшін дос болу, Алла үшін дұшпан болу дегенде, мысалы мен оның тойына түйе апарып ем, ол менің тойыма қой әкелді. Болмасам көбінесе осы дүниелік араздасуда. Шариғатта бұған жол қоймайды. Бұл араздасуға арзымайтын нәрсе дейді. Біреуге өкпелеуіңе болады, ол арақ ішіп жүр, намаз оқымай жүр, Құдайдың бұйрығын орындамай жүр, Алланың алдындағы абыройын сақтамай жүр. Ертең мен осы туысым ішінде жауап беремін, қанша шақырсам келмей жатыр деп, мысалы осы нәрсе үшін ренжісе болады. Ал енді дүние үшін ренжуге шариғат жол қоймайды. Енді ол жаңағыдегі